Дүлдүл, біздің жолға шыққанымызға бір күн болды ғой. Осылай асықпай жүре береміз бе? Жейпер, мынандай даңғыл жолда асығып жүруге болмайды. Ой, Дүлдүл, менің ішім пісіп кетті. Жүрші бір зуылдап, жылдам жүрейікші. Досым, ұстазымыз Маңмаңгер жолда жылдам жүрмеңдер деген. Ұстазым. Оның жасы үлкен, сондықтан жылдам жүре алмайды. Ал біз тіпті желмен де жарыса аламыз. Қане, кеттік. Әй, тынымсыз досым-ай. Маңмаңгер ұстазымыз ұзақ жолда көп жүрген. Жол қауіпсіздігі жайлы ол бізден жақсы біледі. О, әне қарашы. Көліктер қалай зулайды. Дүлдүл, мұна түрімізбен бізден тіпті тасбақаның өзі озып кетеді. Мені қараш, үстіме шаң қонып қалды. Ту, досым, жарайды. Жылдам жүрейік онда. Тек ұстазымыздан рұқсат сұрайық. Алақай, бірден солай демейсің бе, Дүлдүл? Қазір үлкен экран арқылы сөйлесіп аламыз. Менің ақылды шәкірттерім, амансыңдар ма? Аманбыз, ата, сізден сұрайық деп едік. Бізге жылдам жүруге рұқсат беріңізші, а? Әйтпесе менің үстім шаң-шаң, көзіме де шаң тозаң кіріп кетті. Асықпай жүргеннен дөңгелектерімді шаршап кетті. Жарайды. Енді менің ақылымды тыңдаңдар. Даңғыл жолда жылдам жүруге болады. Тек өзгелерге кедергі келтірмеңдер. Жарай ма? Жол бойында қандай жылдамдықпен жүруге болатыны жазылып тұрады ғой. Дүлдүл, сен оны ұмытып қалдың ба? Ұмытқан жоқпын, ұстаз. Білеміз, уайымдамаңыз. Ендеше жолдарың болсын. Алақай, енді бізді ешкімде қуып жете алмайды. Құстар, бізбен жарысасыңдар ма? Жейпер, сәл тоқтай тұршы. Ал досым, кім жылдам екен? Міне бұлай. Солда қиын бекен. Мен сенен озып кетемін. Мен мұндамын, аңқау досым, дәл төбеңдемін. Сенікі әділдік емес, Дүлдүл, жерге түс қане. Ең бастысы жеңіс, солай емес пе? Ал, менен озып көр. Ей, үлкен көлік, жолдан бұлай тұр. Не деген жай басар едің, бұлай тұршы. Кімнен қашып барасың, ей? Мен жарысып барамын. Кіммен жарысып жүр? Жолда ешкім жоқ қой. Өзі бір қызық көлік екен. Мен сенмен енді ойнамаймын. Ашуланбашы досым, өзің ғой жарысайық деген. Иә, саған. Жерде жарысу керек, аспанда емес. Мен қатты шаршап кеттім. Аздап демалып алайықшы, а? Ай, дөңгелектерім қызып кетіпті. Жарайды досым, енді тек жер үстімен жүремін. Тек сен ренжіп қалмашы, жарай ма? Жарайды. Дүлдүл, қараш, алдымызда екі жол. Қайсымен жүреміз? Жол көрсететін картаны іске қоссаңшы, көрейік. Мұнаған не болды? Дүлдүл. Өте жылдам жүрген соң істемей қалған ғой. Оң жаққа жүрсек қайтеді? Онда кеттік. Әй, қайтыңдар, адасып кетесіңдер. Әй, қойшы. Менің нем бар оларда?
өзім тыныш жүре берейін. Дүлдүл, біз адасып кеттік қой деймін. Айналамыз қандай сап-сары. Иә, біз басқа жолға түсіп кеттік. Мынау өсіп тұрған өсімдіктер бидай шығар. Адамдар бұдан түрлі тағамдар жасап жейді, иә? О, анау тұрған кім екен? Әй, досым, мынаған бармай-ақ қояқша. Түсі суық екен, бізге ұрсатын сияқты. Джипер, бізге біреуден жол сұрау керек. Даңғыл жолға қалай шығатынымызды сұрайық. Онда сен барып келші, мен осында күте тұрам. Хей, бер келіңдер. Амансыз ба? Менің атым Дүлдүл. Ал мынау менің досым. Қарыңдар, құтқарыңдар, Дүлдүл, қаш! Қаш, Дүлдүл, қарыңдар! Ой, көңіл күйім болмай тұр еді. Жақсылап бір күлдірдіңдер ғой. Әй, менің есімім Тихан. Жас кезінде сендейлерді екі аттатпай қуып жететін едім. Шаршап қалдым ғой. Әй, сен, неменеге қаштың өзі, балақай, а? Түріңіз қорқынышты. Кім? Менің түрім бе? Ей, қане, қай жерім қорқынышты? Бер кел қане. Ал, балақайлар, мен кетейін. Мына астықты қамбаға барып төгім керек. Мен де кетейін. Егіннің ар жағына барып келейін. Әй, сендерді іздеп жүрсем. Тихан, сен астығыңды қамбаға бар. Ал сен қарау, өз жұмысыңды істе. Амансыз ба? Менің есімім Дүлдүл. Қорықпай бері кел. Менің атым Семсер. Мен осы егіс алқабының басшысымын. Мен Джипермін, Дүлдүлдің досымын. Өзің батыр екенсің, Джипер. Иә, мен ештеңеден қорықпаймын. Солай де досым. Онда неге егістіктің ішіне қашып кіріп кеттің, а? Мен бе? Мен қашқан жоқпын ғой. Тек біраз ойнап келдім. Жүріңдер, анау биіктеу жерге барайық. Бірдеңе сұрасам бола ма? Сұрай ғой. Сіздің есіміңіз неге Семсер? Сендерде жас кезімде мен астықты Семсердің жүзіндей орып түсетімін. Өте жылдам едім. Астықты өте көп оратымын. Жас кезіңізде сізде мен сияқты батыр болған шығарсыз. Болды. Қой енді, Джипер. Не болды? Шынымен батырмын. Айтыңызшы, Семсер ата, мынау сенбейді. Не деген керемет. Сары кілем төсеп қойғандай. Әдемі. Қазақтың даласының бәрі әдемі, балам. Мынау жердің аты Бақанас. Өте шырайлы, құнарлы жер. Бақанас? О, әдемі екен. Иә, балам. Бақанас дегеніміз ежелгі атау бойынша қысқа өзен деген мағынаны білдіреді екен. Бұл жерде біз тынбай еңбектенеміз. Содан кейін өте көп астық орамыз. Ал сіз қазір неге егін ормайсыз? Қазір біздің даламызға жап-жаңа комбайндар келіп жатыр ғой. Олар жас, қуатты. Дәл сендер сияқты. Шаршау дегенді білмейді. Соларды сыртынан бақылап жүремін. Айтпақшы, өздерің қайда кетіп барасыңдар? Біз Астанаға бара жатырмыз. Ол жақта үлкен көрме өтіп жатыр екен. Иә, көрмеге біз де қатысамыз. Менің досым Дүлдүл ұша алады. Біз бірінші орын аламыз. Шат дейсің бе? Шын айтам, қане Дүлдүл, көрсетші, сен шаласың ғой. Жарайды. Сен тек батыр емес, өте шыншыл екенсің ғой. Досым, маған неге сенбейді, а?
көліктер ұшпайды ғой, Джипер. Өтірік айтуға болмайды. Сендерге жолды көрсетіп жіберейін, жүріңдер. Қайтар жолда да Бақанасқа келіңдер. Біз сендерді қуана қарсы аламыз. Бақанас жердің төресі, астықтың кемесі, ұмытпаңдар. Иә, әрине келеміз. Сізге үлкен рахмет, Семсер ата. Оқасы жоқ, балалар. Астанаға сәлем айтыңдар. Қой, біраз демалып алмасам болмас. Біз қазір Бақанастан өтіп барамыз, достым. Иә, осылай жүре берсек Астанаға да жетеміз. Дүлдүл, менің көзім дұрыс көрмей келеді. Қараңғы түсті ғой, жарық жақсаңшы. Ой, ұмытып кетіппін ғой. Бәсе, айнала қап-қараңғы. Өзімде аңқаумын ғой. Джейпер, саған Бақанас ұнады ма? Иә, тек анау есігі салдыр-гүлдір етіп, жабылмайтын қарауылдың дауысы сондай ащы. Құлағымды ауыртты. Ал анау астық тиеп алған диқанның күлкісі жаман екен. Әй, досым-ай, олар өте жақсы көліктер. Негізі маған Бақанас ұнады. Қызыл жанды деген осы. Тезірек жанармай құйып алуымыз керек. Бар ма екен жанармай құю бекеті? Әрине бар, тек ол үшін зырылдауымыз керек. Хей, ақырын жүрмесең, мен қазір ұшып кетемін. Қараңғыда